Қазақмыстың сервис лимитед филиалында компания аудармашысының бастамасымен ауызекі ағылшын тілі клубы ашылды. Клубтың ашылғанына 1 айдан астам уақыт өтті. Кездесулер жұмыс күндері Алматы филиалының Омаров көшесі 8-ші үйде орналасқан кеңсесінде өтіп тұрады. Әр кездесу жарты сағатқа созылады. Допустим, просматриваем видеоролики. Біз бейнероликтерді қараймыз, әртүрлі тұсаукесерлер өткіземіз, әдеби кітаптарды оқимыз. Мәселен, менің алдымда тұрған кітаптарды көріп отырсыздар. Олардың барлығы да деңгейі де сан алуан. Бір-біріне ұқсамайды. Мысалы, мынау балаларға арналған кітап. Бұл менің жиенімнің тіл үйрену үшін пайдаланған кітабы. Детская книжка моего племянника, по которой он учил язык. Бүгінде клубтың 30 шақты мүшесі бар. Олар кездесуге мүмкіндігінше қатысып отыруға тырысады. Кейде кездесуге қатысушыларға телефонның немесе скайптың көмегімен өзге аймақтардағы әріптестерде қосылады. Клуб мүшелері әр сабақ соңында өткен материалдарды өзгелерге жолдап отырады. Сол арқылы кездесуге қатыспағандардың да пайдалы материалдарды пайдалануына мүмкіндік жасайды. Менің жұмысымда ағылшын тілінде жазылған техникалық құжаттар жиі кездеседі. Өкінішке орай ауызекі тілде сөйлеспеймін. Тәжірибе жоқ. Ал бұл клуб маған осы мәселені шешуге көмектеседі. Сабақ қызықты форматта өтті. Ескірген ережелер мен грамматикаға басын қатпайды. Мен ағылшын тілінде білгенімді ұмытып қалмау үшін келемін. Ағылшын клубында сөйлесе отырып жаңа сөздерді кездестіремін. Бұрыннан білетін сөздерімді пайдаланамын. Күн сайын клубқа келіп, әріптестермен ағылшын тілінде әртүрлі тақырыпта сөйлесемін. Клубқа Қазақмыстың кез келген қызметкерлері мүше бола алады. Неважно, какой у вас уровень английского языка. Сіздің ағылшын тілін қандай деңгейде білетініңіз маңызды емес. Ең бастысы оны іс жүзінде қолдану. Іс жүзінде пайдаланып күнделікті сөйлеспесе, адам кез келген дағдысынан айырылып қалады. Тілді де ұмытады. Мен сондықтан да сіздерді клубымызға шақырамын.